Ал ауданның әкімдері мықты болса, ауданда жағдай жалпы дұрыс болады. Ол әкім барлық тараптармен күнде байланыста отыру керек. Бүкіл елде болып жатқан проблемаларды біліп отыру керек. Жаңағы Сайрам ауданында жасалып жатқан жаңағы парасаттылық кеңестерді бұл өте жақсы бастама. Әр ауылда қандай проблема? Кейбір проблемалар оп-оңай шешілетін мәселелер. Бірігіп кетсе, тез шешілетін мәселелер. Сондықтан міне өте дұрыс, жақсы. Енді біз сол кеңестерді барлық жерде құруымыз керек. Сондай клубтарды барлық ауданда. Тыныштық бар жерде тұрақтылық болады. Тұрақтылықты біз қамтамасыз ете алсақ, біз тәуелсіздігімізді баяндата аламыз. Біздің ардагерлеріміз тікелей әрқайсысы өз ауылды мекеніне шамалары келгенше нақтыланып бекітіліп, өз елімен жұмыс істеді. Мына бірлікті ынтымақты сақтайық, татулық болсын. Тәуелсіздікке қол жеткізу қаншалықты қиын болғанмен болса да, оны ұстап тұру одан да қиын. Оны сақтап қалу одан да жауапкершілігі жоғары дүние. Осыны біз жастар естен шығармаймыз. Президент тапсырмалары өте дер кезінде жасалды деп ойлаймыз. Президентіміз өте батыл түрде шешімдер қабылдап, үндеулер жариялап, сөзінде көптеген жақсы ұсыныстар айтылды. Соның ішінде әсіресе мына қауіпсіздікпенен күштік құрылымға көңіл бөлу керек айтылды. Жиырма екі